нұртастың үстінен 19 жасар бойжеткен арыз түсірді. Ол әншіні өзін зорлады деп айыптаған. Оқиға 10 шілде күні Астанадағы Ритц-Карлтон қонақ үйінде болыпты. Бойжеткен онда 240 мың теңгеге интимдік қызмет көрсетуге келген көрінеді. Кейін ол видео түсірмек болған. Оның әрекеті дауға ұласып, қос тараптың полиция бөлімшесіне баруына тура келген. Қазір Астана қаласы полиция департаменті зорлық фактісі анықталмағанын, қос тараптың татуласқанын және қыздың арызды қайтарып алғанын айтып, ақпарат таратты. Құтты бола берсін, Адимок дипломың құтты болсын, еліміздегі беделді белгілі архитектор болуыңа тілектеспін. Айым, сен де оқуды биыл бітіріп жатсың, біздің Алау екеуің бірдей бітіріп, түрде құрдас еді. Айым, қадамың құтты болып, жолың ашық болып, алдағы емтиханда саған сәттілік тілеймін. Ал кішкентай ғана Райымбек батырымыздың сүндет тойы мектепке барған қадамы құтты болып, зейіні ашылсын, тұғыры биік тұлға болсын. Баршаңызға осындай той жұғысты болсын. Алғыс білдіреміз. Allah'ım zevkli kılıyor. Gel maestro. Şaşırma gösterme. Құрметті әдемі Нұриман, Айым, Райымбек, Аяру, сендерде Аллаға шүкір. Әке де көп, ана да көп. Барлықтарыңыз анадай әке дейіп тілек шеккендеріңізді білемін. Рахмет жандарыңыз сол. Той құтты болсын. Бүгін еркін формат, қатып қалған қағида, ереже заңдылық жоқ. Кірем десеңіздер, кіріңіздер, шығам десеңіздер, шығыңыздар. Билеңіздер, шаттаныңыздар. Ешкімді жаңағы міндеттемейді, биле, ән айт, отыр, тұр деп айтпайды. Бүгін өзің